Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Part 3 үшінші бөлімі Lesson 7 жетінші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Read, choose and complete. Read, оқы, choose, таңда және жалғастыр дейді. Мына жердегі сөздерді тиісті жеріне қойып шығуымыз қажет, иә? Бірінші мысалы көрсетілген my дегенді мұнда қойған, иә? Hi, I'm Айдар. Сәлем, мен Айдармын. Meet my family. Менің жанұямды қарсы ал. This is my. Мына жерде ключевое слово қараймыз. Натали деп тұр, иә? Натали деген қыздың аты, яғни біз бірінші grandma деген, иә, жазамыз. This is my grandma. Мұнда жазамыз grandma. Наталья дейміз, иә? And my grandpa, және менің grandpa дегеніміз ата. Менің атам Қанат, иә? Қанат. Look at my mom. Менің анама қара, and анадан кейін dad болады, иә? Бұл жерде біз grandmаны жаздық, сызамыз. Енді мұнда жазамыз dad деп жазамыз, dadті сызамыз. Dad деген папа, иә, әке деген. Their names are Dana and Берік. Олардың есімдері Дана және Берік дейді. And who is this? Бұл кім дейді? This дегенді мұнда жазамыз. Мына жерде сызамыз. This is my sister. Көркем, иә? Sister мына. Sister. Sister көркем деп тұр, иә? Келесі, now read again and find the stickers дейді. Қазір тағы да оқым және стикерлерді тауып жабыстырып жазып шық дейді. Ол стикерлер бізде кітаптың соңғы бетінде тұрады, иә, мына. Мына жерде көрсетілген мына. Натали, Дана, Қанат, Көркем, Берік деп тұр, иә? Мынаны ашып, біз мынаны ашып, мына жерде наклейка, былай алып, мұнда жабыстырсақ болады, иә? Бірінші, мына, иә, grandma, әжесінің аты кім? Наталья, иә? Мына. Келесі, бізде атасының аты кім? Мына жерде көреміз, grandpa. Қанат. Өте қызықты, иә? Келесі, анасы, иә? Анасының аты кім? Мұнда көрсетілген. Their names are, олардың есімдері Дана and Берік дейді. Дана. Мұнда жабыстырамыз. Дана. Берік. Әкесінікі. Сәл қисып қалды. Көркем. Қарындасының аты, әпкесінің аты Көркем, иә? Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Лайк басып қолдап кетіңіздер.